Бүгінгі өткізіліп жатқан жаңарту орталығының шарасы аса маңызды. Алтынсариннің 180 жылдығы бір жағынан біздің өзіміздің осыған дейінгі білім ғылымдағы жетістіктерімізді саралап алу үшін, негізгі бағыттарымызды айқындап алу үшін аса қажет. Екінші жағынан Ыбырай Алтынсариннің мұрасы арқылы біздің қазіргі проблемаларымызды, қазіргі негізгі зерттейтін мәселелерімізді зерделеуге біз жұмыламыз. Қайта өзіміздің тегімізге қарай, тарихымызға қарай оралып отырмыз. Мысалы, мен бір алдыма көрсетіп көрдім. Алдыма да қазір азық тозды. Алтынсариннің өзінің жазған еңбектерінің бәрінде де қоғаммен байланыс, жалпы білім алушылармен байланыс, сол арқылы солардың өресіне қарай жұмыс жасау, ол өресін дамытуға қарай жұмыс жасау. Екінші, жалпы адамның жай өмірдегі, тұрмыстағы өмірінен бастап қолданбалы, өзінің жалпы тұрмысын өнерге дейінгі, өнерде бұл кезде ғылымды да, өндірісті де бәрін өнер деп айтады, соны бірлесе дамытудың тетіктері бар. Біз сол тетіктерді таба білуіміз керек. Бірақ әр қоғамда ол әртүрлі негізде көрініп жатады. Біз осыны іздеуіміз қажет. Алтынсариннің мұрасы, Алтынсариннің еңбегі бізге осыны аманаттайды. Ыбырай мұсылман дініне деген көзқарасын ешқашан жасырған емес. Ыбырай Алтынсарин мектеп ашпаса, орыс оқу арқылы қазақ баласының көзін ашпаса, қазіргі алаш қайраткерлері де бүгінгі тәуелсіздіктің іргетасы да қаланбас еді. Алаш қайраткерлерінің арманы да орындалмас еді. Ыбырай Алтынсарин шын мәнісінде ұлы ұстаз, ұлттың ұстазы. Ал оның шәкірті болған, Ыбырай мектебінен тәрбие алған Ахмет Байтұрсынұлы ұлттың ұйытқысы. Ал енді олардың сөзін одан әрі жалғап, ұрандаған Міржақып Дулатұлы бұл ұлттың ұраншысы. Ыбырай Алтынсарин 100 жылдық тойында қазақтың ақиық ақыны Ғафу Қайырбеков Қостанай қаласында дауысын жаңғыртып өлең оқып еді. Сонда академиктер, министрлер, ғалымдар кәне бәрін орындарынан тұрдыңдар. Ұлы ұстаздың құрметіне дәл қазір 100 қоңырау күмбірлете соғыңдар деп еді. Сондықтан да Ыбырай Алтынсарин әруағын алдында бүгінгі мына білім министрлігі бар, рухани жаңғыру мекемесі бар. Солар ұйымдастырып жатқан шара өзінің мәресіне жыл аяғында жетті ғой деп ойлаймын. Бүгінгі білім жаңғырту орталығының ұйымдастырылып отырған ұлы ұстазымыз Ыбырай Алтынсариннің 180 жылдығына арналған конференция өте жоғары деңгейде өтті. Жасалған баяндамалардан өзіміздің білмейтін құнды пікірлерімізді тыңдап, шын мәнінде мына оқу жүйесінде қайтадан сол Ыбырай Алтынсариннің көзқарасымен жасап кеткен үлгілерімен қайта жаңғыртып, өзіміздің ұлттық тұлғаларымызды тәрбиелеуге өзіме мол мағлұмат алдым. Сондықтан да білім жаңғыру орталығының басшыларына, ұжымына мыңда бір рахмет айтқым келеді. Осындай сапалы, өте жоғары деңгейде өткен конференцияға ризашылығым мол. Мына кітаптың электронды вариантын шығарды. Жаңа айтып өткенде осы электронды вариантын әрбір мектеп Нұрсұлтан қаласының төрінде қасиетті ұлттық кітапханада Ыбырай Алтынсариннің 100 жылдығына арналған үлкен ғылыми практикалық конференция өтті. Біз оған қуаныштымыз. Ыбырай Алтынсарин төсбелгісі иегерлерін шақырған болатын. Оған білім беру жаңғыру орталығының қызметкерлердің үлкен үлесі болды. Мен ол кісілерге шын жүректен алғысымды айтқым келеді. Енді Ыбырай Алтынсарин төсбелгісі әр мектепте көп болса 1-2 ұстаздан ғана бар. Оны қандай жағдайда береді? Менің түсінігімше әрбір мектептің ұжымдары өздерінің іштеріндегі белсенді ұстаздық жолында көп жыл еңбек еткен ұстаздарға береді деп ойлаймын. Сондықтан да ол кісілердің еңбегінің үлкен бағасының бірі осы Ыбырай Алтынсарин төсбелгісі. Бұл енді біздің білім министрлігінде ең жоғарғы марапатқа жатады.